Баршаңызға қайырлы күн, күндеріңіз сәттілікке толы болсын деймін. Бүгін менің видеоблогымда жалпы маргарин және де қолдың сары майының айырмашылығы туралы айтатын болам. Және де маргариннің біздің денсаулыққа зияндығы туралы болады. Каналға тіркеліп қойыңыздар, лайк басып, подписка жасап, комментарий қалдырыңыздар. Әрине маргарин мен қолдың сары майын салыстыруға келмейді. Айырмашылық жер мен көктей. Мынау қабығы аршылып тұрған, кәдімгі дүкенде сатылып жатқан маргарин қап-қатты. Ал тәрелкедегі өзімнің анамның ауылдан жасап, қолдан жасап беріп жіберген сары майы. Бұл мысалы маргарин дегеніміз бұл рапс және де пальма, сосын соя бұршақтары сияқты өсімдіктерден алынып жасалынатын майдың түрі. Тоғымай сияқты тоңдырып жасайды. Және де маргаринді жасау кезінде майлар гидрлеу этапынан өткен кезде зиянды транс майлары өте көп түзіледі екен. Бұл транс майлар дегеніміз біздің ағзамызға зияны өте көп. Себебі транс майлар қышқылдықтары бұл бөлме температурасында мүлдем ерімейді. Және де бұл өзінің маргариннің бөлме температурасында өз қалпын ерімей, ағып кетпей сақтап тұруына жақсы көмектеседі. Бұл маргарин таңдау кезінде неғұрлым маргарин қатты болатын болса, ол маргаринде жаңағы трансмайлар өте көп деген сөз. Содан ақ ажыратсаңыздар болады. Мынау көріп тұрғандарыңыз кескенім маргарин қап-қатты, қолда ерімейді. Қазір мен сіздерге көрсетем. Қолыма ұстап, мысалы біздің дене температурамыз 36 градус. Бұл 36 градуста тек қана қолдың майы, сары майы ериді. Ол біздің ағзада оңай еріп кетеді. Қанша жесек те тез қорытылып оңай еріп кетеді. Мені көріп тұрғандарыңызда шетінен бөлемін. Кәдімгі әп-әдемі қолдың сары майы. Қолыма қысқан кезде мені көріп тұрсыздар, қолыма қысып әтеге сіздерге көрсетуге тырыстым барынша. Мені тез еріп жоқ болып кетіп жатыр. Біздің ағзамызда тез ериді. Бізге де керегі осы. Ал маргарин дегеніміз бұл 36 градус температурада ешқандай да ерімейді. Бұл маргаринді еріту үшін бізге жоқ дегенде 40 градус температура болу керек. Оның өзінде де қатты ерімейді екен. Мынау екінші рет алғаным. Кәдімгі маргариннің шетінен жұлып алдым. Мені көріп тұрсыздар, бұл мүлдем еріген жоқ, қап-қатты күйінше тұр. Демек, тек қана қолдың сары майын жеңіздер деп сіздерге кеңес айтам. Қазіргі таңда әйелдер, қыздар, қыз-келіншектер тез семіріп кетіп арықтай алмай жатқан себебі осы қазір маргаринді барлық ас мәзіріне қосады. Себебі тамақ дайындаса да маргаринге қуырады, торт пісірсе де, булочка, бауырсақ, пирог, түрлі тәттілердің бәрі осы ең арзан маргариндерге жасалынады. Себебі олардың шығыны аз болу үшін ең арзан маргаринді алады. Барынша маргариннің қымбатын, сапалысын, жақсысын алуға тырысыңыздар. Проценті жоғары 80-75-тен төмен болмау керек. Негізі қолдың сары майын жеген жақсы. Себебі асқазанға түскен маргарин ешқашан ерімейді. Бұл сол жерде тұрып, сол жерді шірітіп, ірітіп, сондай ауруларға алып келеді. Дүкендерде әлі күнге дейін сатылып жатыр, сатыла береді де. Маргариннің зияны бұл жүректің түрлі ауруларына келеді, холестериннің көбеюін, жоғарылауын, түрлі ісік ауруларын, рак ауруларын, қант диабетінің жалпы дамуын, семіздік өздеріңіз білетін, және де ми жұмысында өте зиян екен. Тез қартаюға да алып келеді. Сонымен қатар асқазан ішек жолдарында үлкен проблема болады. Сол себепті тек қана қолдың майын жеңіздер деймін сіздерге. Қолдың майы тамаша. Мені көріп тұрсыздар. Қолдың майы сіңімді болады. Өттің жақсы дамуына да пайдалы қолдың майы, қолдың сары майы. Каналға тіркеліп қойыңыздар, лайк басып, подписка жасап, комментарийларыңызды қалдырыңыздар. Аман болыңыздар, ауырмаңыздар. Баршаңызға мың алғыс дегім келеді. Сіздерге зор денсаулық тілеймін. Тек қана қолдың майын жеңіздер.